Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін екінші видеоның екінші бөлімі Корей косметикасының жалпы қалай қолданамыз және не үшін деген бірінші бөлімін көрмеген болсаңыздар, бұл бөлімді түсіну қиын болады. Сондықтан бірінші мына жаққа астына ссылка қоямын мен бірінші бөліміне, соны көріп алыңыздар. Мен бұл бірінші бөлімде жалпы бетті қалай тазалау керек, неден кейін не жасау керек, 10 этаптық бет тазалауын көрсеттім. И бұл видеода мен барлық сол 10 этап керек па, керек емес па деген сұрақтарға жауап беремін. Қай кезде қайсысын қолдануға болады? Қыздар, сіздер бірінші бөлімде қорқып кеткен шығарсыздар. 10 түрлі нәрсені бір кезде бірден бетке жағу деген. Я Корей косметикасында, Корей елінде, Корей әйелдері аптасына 2 рет солай жасайды екен. Бетіне өзінің бір күнде сондай 10 нәрсе жасайды екен. Кейбір әйелдер күнделікті жасайтындары бар екен, дәл солай. Бұл неге? Бұл дегеніміз олар үлкен ғылым, олар үшін үлкен нәрсе, өйткені бетке қарау, бетке күтім жасау, жас болып қалу, оларда 50 жастағы әйелді 20 жастағы қызбен шатастыруға болады екен ол елде. Өйткені ол елдің әйелдері өте өздеріне қатты қарайды екен. Сонымен сіздерге мен 10 этаптық бет күтудің бірінші бөлімде бәрін 10 этапын қалай жасау керек екенін көрсеттім. Енді екінші бөлімде сол 10 этаптың бәрі сізге керек па, керек емес па, соны сіз қазір талқылаймыз. Бірінші мен бетке жаққаным ол гидрофильное масло. Гидрофильное масло деген ол май. Ішіне майдан жасалған, неше түрлі май. Мына жерде мен авокадоны көріп тұрмын. Авокадоның майынан жасалған гидрофильный масло. Бұл не істеу үшін керек? Бұл көбінесе боянатын қыздарға керек. Менің бетімде косметика бар, косметиканы дұрыс жуу үшін жақсы майлап бетіңізді массаж жасап, бұл мен тек қана косметиканы жуып қоймай 5 минут бетіме массаж жасаймын. Маймен жақсы жасалынады. Осы кезде майды, гидрофильный маслоны мен міндетті түрде қолданамын. Неге? Өйткені мен жаңағы косметиканы жуу үшін әрине, екінші бетімдегі жаңағы бетімдегі жаңағы қалып қойған косметикалар ішіне сіңіп кеткендердің бәрі май жайменде беттен шығарады. Черные точки дейді, ол қара нүктелер, жаңағы бетіңіз ұстап көрсеңіз, бетіңіз теп-тегіс емес, бүдір-бүдір болатын болса, ол дегеніміз жаңағы сіздің пораларыңыз жаңағы косметикамен, кірмен, немесе жаңағы салымен, маймен, бетіңіз май бөледі, соны маймен бітеліп қалған деген сөз. Мына май сол жайменде массаж жасаған кезде ішінен бәрін алып шығады, сондай сол үшін бұл майды мен міндетті түрде қолданамын. Бұны мен ойымша боянатын қыздарға керек, беттерінде проблемасы болса, қара нүктесі болса керек. Егер сіз деген 20 жасқа дейінгі жасөспірім болсаңыз, бетіңіз таза болса, бұл этапты қалдыруға болады. Сондықтан 10 этаптың босын тек қана жаңағы боянатын, бетінде бір проблемалары бар қыз-жігіттерге қолдануға болады. Мен видеомда тағы бір айтып кететінім, жігіттер ренжиді ма, неге қыздар деп сөйлейсіз, неге ұлда ер адамдарға болма? Әрине болады, бұл косметикаға білмейді ғой бетіңізге, кімнің бетіне жағып атқан, әйелдің бетіне ма, ер адам бетіне. Бетіңізде проблема болса, мен айтып отқан, және әрине жағуға болады, ондай жоқ, қыз әйел деген. Корей елінде ер адамдарда, қыздарда бәрі беттеріне қарайды, бәрі беттерін күтеді. Сондықтан гидрофильный масло тек айта өтейік, боянатындарға бетінде проблемасы, егер 20 жасқа дейінгі жап-жас бетке керек емес. Және де екінші гидрофильный маслодан кейін мен не жақтым бірінші бөлімде? Мен Тони Моли деген Корей косметикасының бетке жуатын кремін жақтым. Бұл крем, бірақ пенка болып кетеді. Бұл мынандай ақты іші, крем сияқты. Бірақ қолға мынандай бұршақтай аласыз, соны қолды көпірткен кезде мынандай көпіріп шығады, кішкентай нәрсе, және өте экономды. Мұның алғанына мен 6 ай болды, әлі таусылған жоқ, әлі мына жердей бар.
сіздер ойлай беріңіздер қаншаға жететінін. Кішкентай бұршақтайы бұл көпіріп кетеді, сосын бетіңізді жаңағы майдан жуып тастайсыз. Мына гидрофильный масло деген масло депті, ол май. Сондықтан осымен міндетті түрде жуу керек. Мынау жаңағы егер сіздің бетіңіз жас қыз болсаңыз, егер 20 жасқа дейінгі қыз болсаңыз, тек осыдан бастауға болады. Жаңағы гидрофильный маслоны қалдырып кетіп, осымен бетіңізді жуып жүрсеңіз болады. Және де гидрофильный маслодан кейін мен пилинг жасадым бетке. Пилинг деген бұл беттің бір қабатын алып отыру. Бір қабатын болғанда жаңағы бет қабыршақтанады ғой. Бетте кір болады, күні бойы біз далада жүреміз, жұмыста жүреміз. Сондықтан беттің өзі май бөледі ғой. Майлы беттер болады, олардың өзіне көбінесе аптасына 2 рет. Бұны жаңағы 10 этаптың күнде қолдануға болмайды. Әрине бұл пилинг бетті деген демалдырып тұру керек. Пилингтерден аптасына 2 рет немесе бетіңіз сезімтал болса 1 рет қана қолдануға болады. Бұл пилингті неге пилинг керек? Бетті жаңартып отыру үшін. Бетіңіз бір қабатын алып, жаймендеп пилинг жасап отыратын болсаңыз, бетіңіз көпке дейін жалпы жас болып қалады. Сондықтан бұл этапты қайқы кезде, бұл этап мен ойымша 30 жастан асқан қыздарға керек пилинг. 30 жасқа дейін тек қана мына екеуін қолдансаңыз болады. Жалпы осы үшеуі бұл этап очищение дейді. Этап бұл тазалау этабы. Тазалау этабына үшеуі кіреді. Гидрофильный масло, және жуынатын пенка, және де пилинг. Үшеуі бұл тазалау сатысы. Стадия очищения дейді. Үшеуі кіреді. Кешіріңіздер, орысша қосып жатқаныма, өйткені барлық информацияның бәрі орысшада. Содан мен тікелей қазақшаға аударып отырмын. Көбінесе жазады, неге орысшаны арасында қосып жібересіз? Барлық кітаптардың бәрі, жаңағы информацияның бәрі орысша болса, өкінішке орай. Сіздерге бірінші қазақша осы информацияны беріп отқан мен. Сондықтан кешірім өтінемін. Және де осы бірінші этапы ол тазалау этапы, очищение дейді. Екінші этапы ол дегеніміз дополнительный уход дейді. Дополнительный уходтың ортасында осындай тоник бетке себу керек, немесе бетке жағу керек. Бұны жаңағы тампон арқылы жақсаңыз болады. Тампон арқылы. Бұл этап меніңше жаңағы жас қыздарға да, жасы 30-дан асқан қыздарға да, одан үлкен әйелдерге де міндетті түрде тоникпен қолдану керек. Неге? Тоникті мен өте жақсы көремін. Жаздың кезінде, әсіресе ыстық кезде бетіңізге сеуіп аласыз. Мен бір сізде лайфхак көрсетіп жіберейін. Мынаны мынау этил спирті деген спирттің кәдімгі сырты бар ғой, соған құйып алған. Неге? Мынаны былай сепсеңіз күшті, мындай жақсы себіледі маған қарағанда. Жаңағы тоникке құйып, жаңағы мақта бар ғой, мақтаға құйып, мақтаның өзі қанша нәрсені сіңіріп алады, сол қанша нәрсе мақтаның ішінде қалады. Сондықтан мен осындай этил спиртін біткеннен кейін осының үшін жақсылап жуып, осы тоникті осы жаққа құйып, бетіме себемін. Жаңағы пилингтен кейін бетіме себемін. Бұл міндетті этап деп ойлаймын. Тоник өте керек. Бұл мен тоник жаңағы бетіне безеу шығатын проблемный беттерге арналған тоник. Бұның аты жаңағы шай ағашы бар ғой, чайна дерево дейді ғой, соған тоник, содан жасалған тоник. Содан кейін дополнительный уход, қосымша уход деп тұр ғой, өзіне атайтып тұрған кезде. Күнде жасауға болмайды, әрине, күнде жасалмайды. Мынаны алып тастайын мен. Мынандай мен сіздерге мынандай тканевая маска дейді. Жаңада жасалған тканевая масканы қолдандым. Бұл күнде қолдануға бола ма? Қашан қолдануға болады? Менің ойымша тканевая масканы аптасына 1 рет қана қолдансаңыз болады. Өйткені бұл тканевая маска өте жақсы. Корей елінде бұл копеек тұрады. Біздің Қазақстанда Корейден алып келгенше үстіне қосылады, әрине. Сондықтан күнде бетіңізге жағып, оны лақтырып жеру өте ақша бойынша қымбат деп ойлаймын. Өйткені
Бұлар Корейден келем дегенше бізге қымбаттау келеді. Өйткені бұны бір рет қана қолдануға болады. Біз 2-3 рет қолдана алмайсыз. Сондықтан бір рет қолданып, лақтырып жіберуге аптасына бір рет қана қолдануға болады. Сондықтан бұны кімдерге қолдануға болады? Бұл жасы келген қыздарға, 30-дан асқан, және де кішкентай 20 жасқа дейінгі қыздарға қолдануға болады. Аптасына бір рет бетіңізге жасау ешқандай зияны жоқ. Бұл маскалар Корей елінде өте барлық қыздар күнде қолданады десе болады. Өйткені ол жақта бұл арзан. Қыздар, бұл міндетті этап емес, сонда міндетті этаптар тек 2-3 ғана болып шықты. Және де мен дополнительный уходқа қолданғаным бұл эмульсия. Қыздар, эмульсия бұл міндетті емес. Бұл эмульсияны кімдерге міндетті? Эмульсияның мынандай кремге ұқсамайды. Кремнен өте жеңіл. Эмульсияны бұл қолдану қалай айтсам болады, міндетті емес. Тек қана жасы келген, әжім басталған, пигментация басталған, қарадақ басталған сондай әйелдерге қолдануға болады. Бұл кремдерді сонымен қыздар, ал егер сіз 20 жасқа дейін әлі студент, енді оқушы немесе болсаңыз, бесіңізге қарайтын бұл сізге әзір керек емес. Сонда міндетті керектері аз екен. Мынау сыворотка. Мен өзім сывороткаларды жақсы көремін. Осы қолданып жүргеніме 2 жылдай болды. Бұл түр емес, сывороткалардың көп, негізі басқа түрлері. Сіздерге айтып атқан бұл коллагеннен жасалған сыворотка. Коллаген деген беттің қатты болуына, беттің қартаймауына, беттің ағартуына қатысады. Және коллаген ғана емес, бұның құрамында тағы да гиалурон қышқылы бар. Соларды қолданамын осыдан кейін. Бұл нәрселерді сіздер ойлап отқан шығарсыз, бірінен кейін біріне қалай жағылады деп. Жоқ, біз кішкентай бұршақтай қылып аласыз да бетіңізге жағасыз. Бәрін бір-біріне жаққан кезде сол көп білінбейді. Бұлар тез сіңіп кетеді. Сондықтан аптасына бұны 3 рет жасаймын. Мен 3 рет жасаймын. Сондықтан бұны тек 30 жастан асқан, 25 жастан асқан қыздарға сыворотка қолдануға болады. Оған дейінгі қыздарға сыворотка керек емес деп ойлаймын. Және де енді міндетті этап, мен ойымша 25 жастан асқан қыздарға міндетті этап бұл көз айналасына жағатын кремдер. Көз айналасына жағатын кремдер неге? Өйткені сіз көзіңізді қараған сайын, күлген сайын барлық мимический машина, мына жерде әжімдер бар ғой, күлген кездегі әжімдер, мына жердегі көз айналасындағы тері бетіңіздегі теріге қарағанда сізде өте жұмсақ болады. Жұмсақ және де жаңағы әжім шығуға, тез шығуға бейім болады. Сондықтан көз айналасындағы кремді қыздар ұмытпай кешке жақта ұйықтайтын кезде жағыңыздар. Сол бет 5 минут қана алады, сол барлық бетімен айналысу. Сіздің бірақ бұның көзіңіздің рахмет айтатыны көп болады. Өйткені ешқандай әжімдеріңіз болса азаяды. Және де әжімдеріңіз жоқ болса, әжім мүлдем болмайды. Өйткені Корей әйелдерінде 40 жасқа дейін жаққан әйелдерде мүлдем беттерінде ешқандай әжім жоқ. Қыздар, осындай крем. Бұл роза мен гидрофильное масло. Жоқ, бұл роза және де ұмытпасам тағы да бір қоспалары бар бұның ішінде. Өте жақсы крем, 40 мл. Және де ең соңында крем жағамыз. Кәдімгі крем, ешқандай сыворотка емес, эссенция емес, кәдімгі крем. Крем не үшін керек? Жаңағы жаққан, алдында жаққан сывороткаларымыз бәрін ұстап тұру үшін. Олардың бәрі ұшып кетуі мүмкін бетіңізден әсері. Сондықтан мына кремді жемейдеп жақ қоясыз бетіңізге, жаңағы бұршақтай қылып алып жақ қоясыз. Сол кезде жаңағының әсері тек бетіңіздің ішіне сіңеді. Сол кезде бетіңіз азында тұрғанда рахмет айтып тұрады. Сонымен осы міндетті этап. Және де
бір көрсететінім мынау SPF крем. SPF крем ең соңғы жағылатын нәрсе. Бұны қашан жағасыз? Әрине кешкі ұйықтар алдында жақпайсыз. SPF кремді ешқашан жақпайсыз. Өйткені ұйықтайтын кезде сізге күннен қорғанудың қажеті жоқ. Ал далаға шыққан кезде, күндіз шыққан кезде, жаңағы сіздің креміңізден кейін немесе эмульсиядан кейін міндетті түрде осындай SPF крем жағып алу керек. SPF 50 дегенін алсаңыз болады. Мен каналымда видео бар, SPF кремдер туралы видео бар. Егер қызық болса көріңіздер. Ал қыздар, 10 этапты бәрін біттік. Ура, біттік бәрін. Сіздер өте таңғалып отқан шығарсыздар. 10 этап, 10 бәрін бетке жаққан зиян ба? Сондай нәрселер көп сұрайды қыздар маған. Өйткені мен өзім қатты таңғаламын сондай сұрақтардан. Зиян ба деген, қалай зиян? Қыздар, бетке қарау, бетке крем жағу, егер дұрыс крем болса, әрине базардан алған крем немесе проходтардан, бір даладан алған кремдерде ондай бетке жақпаңыздар. Одан қайта мүлдейін ештеңе жақпай қойыңыздар. Ондай сапасыз нәрсе жаққанша ештеңе жақпай қойыңыздар. Қыздар, сосын мен Корей косметикасын неге айтып отырмын сіздерге? Бұл реклама емес. Жаңағы көрсеткен нәрселердің бәрін өзім тапқан ақшадан алып отырмын. Маған ешкім бұны беріп отқан жоқ, тегін реклама жаса деп. Бұндай нәрсе жоқ. Мен сіздерге жаным ашып, өзімнің досым сияқты, құрбым сияқты сіздермен сөйлескім келеді. Бұл YouTube канал ашқан себебім, мен былай сөйлеп отқанда, сіздің өзіммен, құрбыммен сөйлесіп отқандай, құрбыма осындай ақыл айтып отқандай сіздерге айтып отырмын. Беттеріңізге дұрыс қараңыздар. Жалпы тез айтып өтсем, егер сіздер жас кішкентай қыз болсаңыздар, 20 жасқа дейін студент қыз болсаңыздар, сізге неге керек? Мынаны жасасаңыздар болады. Бетіңізді жуасыз пенкамен, одан кейін тоникті себесіз, тоник міндетті, және де кремді бетіңізге жағасыз. Көз айналасына шамал қалыңдау қылып жасаңыз болады, кәдімгі кремді. Егер шамал бетіңізде проблемасы бар қыз болсаңыз, мынандай пилингті қосуға болады. Пилинг ол бетті жасартып отырады. Рахмет сіздерге, келесі кездескенше сау болыңыздар.